Қайырлы күн достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен үй жағдайында дайындалатын шаурманың рецептісімен бөлісемін. Өте оңай, пайдалы әрі дәмді рецепт. Міндетті түрде видеоны соңына дейін қарап дайындап көріңіздер. Барлық ингредиенттер описаниеда жазылған, ендеше дайындауға кірісейік. Алдымен бізге тауық еті қажет. Тауық еті қуырылғанда жақсы қуырылу үшін ортасынан бөліп жұқа етіп тураймыз. Турап болған соң тұз бұрышын қосамыз және кез келген дәмдеуіштерді қалауыңызша қосуға болады. Мен мысалға паприка қостым. Екі жағына да тұз, бұрыш және кез келген қалауыңызша дәмдеуіштерді қосамыз. Табаға зәйтүн майын құйып, май әбден қызған соң тауық еттерін қуырамыз. Екі жағынан қызартып, шамамен 10 минуттай қуырып аламыз. Тауық еті қуырылғанша көкөністерді тураймыз. Мен қиярды ұзынша етіп турадым, қызанақты жартылай дөңгелек етіп турадым. Сіздер қалауыңызша өзіңіз қалай турағыңыз келсе, солай турай беріңіз. 4 бұрышты етіп те, дөңгелек етіп те турауға болады. Сырдан мен адыгейский сырды пайдаландым. Күнделікті кәдімгі сырды да қолдануға болады. Және турамай-ақ үкіштен өткізуге болады. Соус дайындаймыз. Ол үшін қаймаққа мен сушеный чеснок, тұз және 1 шай қасық томат пастасын қостым. Сушеный чесноктың орнына кәдімгі чеснокты пайдалануға болады. Тауық еті 10 минутта жақсылап қуырылып болды. Енді оны да ұзынша етіп тураймыз. Тауық еті жақсы піскен, өте жұмсақ болып пісіпті. Барлығын турап дайындап болдық. Енді лавашқа соусын жағып, біртіндеп саламыз. Бір ескеретін нәрсе, егер сіздің лавашыңыз жұқа болса, онда салманы қатты толтырып салудың қажеті жоқ. Өйткені қазір ораған кезде ол лаваш тесіліп, жыртылып кетуі мүмкін. Мен 2 шаурма дайындап жатырмын. Описаниеда жазылған қажетті азық-түліктер ол 2 лавашқа арналған. Егер сіз тек бір өзіңізге дайындасаңыз, онда азық-түліктердің мөлшерін азайтасыз. Салмамызды салып болдық. Лавашымызды ораймыз. Осылай өте оңай дайындалатын дәмді шаурмамыз дайын болды. Енді тек қана қызған табада 2-3 минуттай екі жағынан қызартып аламыз.
Мінекей біздің шаурмаларымыз дайын. Үй жағдайында өзіңізге осылай дәмді етіп шаурма дайындап алыңыз. Видеоны соңына дейін қарағандарыңыз үшін рахмет. Видеоны аса лайк басып, міндетті түрде пікір қалдырып қойыңыздар. Және осындай дәмді, оңай попы рецептерді жоғалтып қалмас үшін каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Ас болсын!